Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Айттарыңыз қабыл болсын. Алла екі дүниенің баянды бақытын нәсіп етсін. Бай мұсылмандардың қатарынан етсін барлығымызды. Не үшін бай мұсылман болу маңызды? Өйткені Алла тағаланың өзі мұсылмандардың бай болғанын қалаған. Себебі бай мұсылмандар Алланың өзінің бұйырған 5 парызын толық орындағандар. Кімдер зекет бере алады, садақа бере алады, құрбан шала алады, білесіздер ма? Басында қарызы жоқ, ешқай жерде кемістігі жоқ бойында, садақасын, зекетін бере алатын, өзінің бір Алланың көрсеткен мөлшерлемелері бар. Сол мөлшерлемеге сай байлығы бар адамдардың барлығы зекетін беріп, қажылығын жасап, құрбан шала алады. Соған байланысты мен сіздерге қасиетті құрбан айт күні барлықтарыңызды да осы Алла тағаланың бұйырған бай, қуатты бай мұсылмандардың қатарынан болуларыңызға тілеп жатырмын. Сондықтан Аллам тілегімізді қабыл етсін. Жалпы мен таң қалған нәрсем, адамның ойы өзгергенде барлығы өзгереді деп айттым ғой мен сіздерге. Мен осы ютубты түсіріп жатқаныма 1 жыл болған жоқ. Сол уақыттан бері мен сіздерге ойларыңызды өзгертіңіздер, ойларыңызды деп зарлап жатырмын. Не? Менің таң қалғаным, менің өмірімде ойламаған, тіпті елестетпеген өмір түсіріп жатырмын қазір, әлхамдулилля деп айтайын. Мен Алматыға келіп, Алматыда көрші қолаңдарым таза Түркиядан келген қазақтар. Сондай ортаға тап болдым. Сондықтан ол кісілерден де үйренерім көп. Өмірімде көрмеген, өмірімде араласпаған қаншама адамдармен дәмдес болып жатырмын. Алланың қалауымен құрбан айт күні барлық отбасынан, осында тұратын қаншама қазақтар болса, сол қазақтардың отбасынан, дастарханнан дәм таттық. Бұған да шүкір. Мен бұл өткен жылы менің ақылыма, санама, миыма келмеген вопростар. Мен осындай адамдармен көрші болам, осындай адамдармен дәмдес болам. Бүгін осындай өмір кешіп, осындай үйде тұрам деп еш елестетпегем. Аллаға сансыз шүкір. Міне бүгін қанша жыл коттедж үй салып жатырмын деп айтып жүрдім, иә? Қазір коттедж үйде тұрам. Үстінде туалет ваннасы болсын, жатын бөлмеге жақын. Жас балаларым болғаннан кейін жуындырып, шайындырып жатқыза салатын. Түнде мысалы 8-і келсе 8-де салатын, кіші дәретке барғысы келсе, үлкен дәретке барғысы келсе, балаларды шұбыртып астына түсіріп жүрмейтін деп кәдімгідей біз бір кездері үйдің планын сызған едік. Сол планға сай үйде біз өмір сүріп жатырмыз. Өзім таң қалдым, Алланың құдіреті шексіз. Астыңғы этажымызда біздің зал, қонақ күтетін. Ал жанында тоже санузел, асханамыз бар. Есігіміздің алдында сарқырап өзен су ағып жатыр, айтқанмен. Дәл қасымызда, тура қарсы жерімізде бір 500 метр жерде мешіт бар. Алтыннан күмбезі құйылған. Мен сіздерге оны тағы да көрсететін боламын. Мен тура сондай армандағам негізі. Аллаға сансыз шүкір. Сол армандарымның қаншамасы бүгін орындалып кетіпті. Біз өзіміз байқамаймыз. Мен ойлағанымнан да жылдам орындалған. Сондықтан армандаңыздар, армандарыңызға шектеу қоймаңыздар. Бүгінгі қасиетті күнде, бүгін, ертең, 3 күн, құрбан айт. Дұғаларыңызға қосыңыздар. Ең жақсы, ең мықты дұғалар жасаңыздар. Дұға жасаған кезде қалталарыңызға қарамаңыздар. Қалталарыңызға қарап дұға жасамаңыздар. Жүректеріңіздің қалағанын сұраңыздар. Алланың бермейтіні жоқ. Сондықтан әрбіріңізге сәттілік тілеймін, дастархандарыңызға байлық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Біздің көрмей жүрген нығметтеріміз қаншалықты. Әрбір нығметті көруді жазсын Аллам. Бай, қуатты мұсылман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Жүздеріңізден нұр кетпесін, дастархандарыңыздан дән кетпесін. Жүздеріңіз әрқашан жарқырап, арман тілектеріңіз орындалған бай, қуатты мұсылман болыңыздар деймін.